Ертеде сандар мекендеген бір ғажайып ел болыпты. Ол елдің аты Сандар патшалығы. Онда бірден бастап 9999-на дейінгі барлық сандар өмір сүріпті. Бірақ бұл елде бәрі бірдей емес еді. Кейбір сандар ерекше дарынды болатын. Мысалы, қызықты сандар деп аталатын бір топ бар еді. Олар өздерінің ерекше қасиеттерімен мақтанатын. Бірі квадрат болғанды жақсы көрсе. Мысалы, 4-тен 2 көбейту 2. Енді бірі куб болып ойнағанды ұнататын. Мысалы, 8-тен 2 көбейту 2 көбейту 2. Ал кейбіреулер тек өзімен ғана бөлінетін жай сандар болатын. Бір күні сандар елінде бір үлкен мереке жарияланды. Палиндромдар жарысы. Бұл жарыста кімнің ең әдемі, ең үйлесімді бейнесі бар екенін анықтайтын. Палиндром дегеніміз алдыңнан да, артынан да оқығанда бірдей көрінетін сандар еді. 121 немесе 777. Міне, мен 121. Мені қалай оқысаң да, мен сол қалпымдамын, деп мақтанышпен айтыпты бір кішкентай сан. Ал жанында тұрған 123 болса, мұңайып тұрып, мен ондай бола алмаймын. Мені кері оқысаң, 321 болып кетемін, депті. Сонда 121 оған күлімдеп қарап, ештеңе етпейді. Әр санның өз сұлулығы бар. Сен мысалы реттік сандардың өкілісің. Бәрі өсу ретімен келіп тұр, деп жұбатты. Осылайша сандар елінде достық пен құрмет орнай түсті. Қызықты сандар өздерінің ерекше қасиеттерін зерттеп, кішкентай сандарға үйретіп жүрді. Байқадың ба? Егер 9-ды өзімен көбейтсең, 81 шығады. Ал оның цифрларының қосындысы 8 плюс 1 тең 9. Қайтадан сол өзіне тең, деп таңғалдыратын олар. Палиндромдар болса, айнадай жылтыраған сұлулықтың символына айналды. Олардан шабыт алған басқа сандарда өздерін өзгеше көруге, өз ерекшелігін бағалауға үйренді.